өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, 24 жасында оян қазақ деп ұран тастаған, 25 жасында қазақ әдебиетінде тұңғыш роман жазған кісі Міржақып атамыз. Ол кісі Бақытшы Жамал деген романында Ғайни Жамал деген өзінің жұбайы ғой, сол кісінің есімін қалдырған екен романда, Жамал деп. Мен сіздерге қазір трендте жүрген Нури Камал деген әнді айтып көрейін, шамам келгенше. Тыңдап отырыңыздар. Қалбаңыздар. Аспандағы айма едім, жастық шағым қайда едім, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдар еді. Нури камалым ай, күндей ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Ойым озық, сөзім тәтті, қандай ана сені тапты, көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нури камалым ай, күндей ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзім жетпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Көбім дейсің ай қабағың, қалай ғана жайнағаның, көктем көріп ұшқым келіп, жердемін деп ойламадым. Нури камалым ай, күндей ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Нури камалым